Қол веналарына келетін болсақ, қолдың веналары орналасуына қарай бетке және терең болып бөлінеді. Веналық тамырларды біз қанның ағу бағытына қарай, яғни қан қолдың басынан жүрекке қарай бағытталғаннан кейін төменнен жоғары қарай айтамыз. Бірінші бетке терең дедік. Тереңнен бастайтын болсақ, терең веналары жаңағы артериялардың қасында, қолда артериялардың қасында жұптасып, немесе тақ күйінде жүріп, солармен аттасып келеді. Веналарды бастаймыз, яғни шынтақ венасы, вена ульнарис, кәжілік венасы, вена радиалис. Шынтақ шұңқырына келген кезде бұлар бірігеді, иық венасын түседі, вена брахиалис. Және иық венасы бізде қолтық венасымен жалғасады, қолтық асты венасымен вена аксилярис. Ол өз кезегінде бұған асты венасымен жалғасады, вена субклавия. Ал бұғана асты артериясы ішкі мойындырық венасымен қосылып, жоғарғы қуысты венаны түсетін иықбас венасымен түзеді. Келесі, беткей веналарына келетін болсақ, беткей веналар бізде бұл жерде тек осы үшеуін ғана айтып көрсетеміз. Бұл латеральды терасты венасы, вена цефалика деп аталады. Бұл қолдың латеральды жағымынан бағытталып жоғары қарай, бұған асты венасына келіп құйып аяқталады, терең орналасқан. Мына көріп тұрғандарыңыз медиалды терасты венасы, вена базилика деп атаймыз. Бұл қолдың медиалды жағымен бағытталып, қолтық асты венасына келіп құйып аяқталады. Екеуінің ортасында анастомоз болып табылатын ортаңғы шынтақ венасы, вена медиана кубитиді ажыратамыз. Қолда орналасқан беткей терасындағы веналарға біз медициналық іс-әрекеттер жүргіземіз, яғни сәйкесінше инъекциялар, системалар қоямыз.